Қайырлы күн балалар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы бойынша 108-ші сабақ 2-ші сынып сабақтың тақырыбы етістік. 15-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Зере биіктігі 80 сантиметрге дейін жететін шөп тектес өсімдік. Зере шалғынды жерлерде, өзен жағасында, тау беткейлерінде өседі. Мәдени өсімдік ретінде кей жерлерде қолдан егіледі. Зере пайдалы өсімдік, оның жемісі дәрі жасау үшін керек. Енді жаттығуға берілген тапсырмаларға назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Бірінші сұрақ: зере деген не? Екінші сұрақ: оның биіктігі неше сантиметр? Үшінші сұрақ: зере қайда өседі? Төртінші сұрақ: зеренің қандай пайдасы бар? Келесі тапсырма: бұл мәтіннің қай түріне жатады? Дәлелде. Бұл мәтін әңгімелеу мәтіні. Себебі зеренің қандай өсімдік екені, оның қайда өсетіндігі және пайдасы туралы баяндалады. 16-шы жаттығу: жұмбақты көркем жазып шешуін тап. Күн нұрымен піседі, уылжып қолға түседі. Жұмбақтың шешуі жеміс. Жұмбақтағы етістіктердің асынсыз. Бұл жерде етістіктер піседі, түседі. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Піседі сөзі нұрымен піседі байланысып тұр. Екінші түседі етістігі қолға деген сөзбен байланысып тұр, яғни қолға түседі. 17-ші жаттығу: оқы. Сыйлау, кездесу, ұялу, үркіту. Сөздіктен осы етістіктердің синонимдерін тап. Бізде үлгі берілген: сыйлау, құрметтеу. Келесі сөз: кездесу, жолығу. Келесі: ұялу, сылу. Келесі сөз: үркіту, зәресін алу. 18-ші жаттығу: сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып көшіріп жаз. Кім інісін киіндірді? Айгүл інісін киіндірді. Кім өзі киінді? Ержан өзі киінді. Киіндірді етістігі қай кезде қолданылады? Ал киінді етістігі ше? Киіндірді етістігі, яғни бір адам келесі адамды киіндіргенде қолданылады. Ал киінді деген етістігі адам өз бетімен киінгенде қолданылады. Өзің кішкентайларға қалай қамқорлық жасайтының туралы айт. Балалар, біз үнемі кішкентайларға қамқорлық жасауымыз керек. Мысалы, сабақ оқығанда, жолда, асханада, автобуста, үйде болсын, далада болсын, біз балаларға үнемі қамқорлық жасауымыз керек. Шығармашылық үзіліс. 19-шы жаттығу: сыныпта оқушылар ауаның қасиеті тақырыбында тәжірибе жүргізді. 3 майшамды жағып, үстел үстіне қойды. Оның біреуін жарты литрлік банкамен, екіншісін 2 литрлік банкамен жапты. Үшіншісін ашық қалдырды. Сен қалай ойлайсың, алдымен қай майшам сөнеді? Оның себебі неде? Ең алдымен жарты литрлік банкідегі майшам сөнеді, одан кейін 2 литрлік банкідегі майшам сөнеді, ал ашық тұрған майшам жанып тұрады. Себебі жану процесі үшін оттегі қажет. Ал банкідегі майшамдар оттегі жетіспегендіктен бірте-бірте сөне бастайды. Келесі тапсырма: ауаның қасиеті деген тақырып бойынша пайымдау мәтінін құрастырып жаз. Ауаның қасиеті: ауа тіршілік көзі. Онсыз тіршілік жойылып кетер еді. Ол көзге көрінбегенмен біз оны сеземіз. Мысалы, есік ашылғанда. Сонымен қатар ауасыз ештеңе өндірілмейді. Ауаның келесі қасиеттері: ауа сығылады және серпіледі. Допты алып, оны қолымызбен 2 бүйірінен қыссақ, доптың бүйірі қабысып ішке қарай кіреді. Бұл кезде доп ішіндегі ауа сығылады. Егер допты еденге ұрсақ, ол қайта секіреді. Бұл серпімділігі. Ауа жылу сақтайды. Оның бойынан жылу нашар өтеді. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақты аяғына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар.